Баршаңызға сәлем, есімім Молда Нұргелдіқызы, балалар массажистімін. Бүгін маған бір клиенті келді, баласын алып келіп отыр, 1 жастағы, дұрыс ұйықтамайды, дұрыс дамымайды, яғни әлі еңбектемейді деген. Баланы ұстап көрсең, әлі тонысы бар, тырысып тұрады. Ондай бала онсыз да дамуы кешеуілдейді. Бұл гипертонустың белгісі. Осы жағдайға байланысты бүгін сіздермен гипертонустың белгілері, оны қайдан пайда болады, оны қалай емдейді деген секілді сұрақтарға жауап бергім келді. Себебі көп ата-аналардың қателігі бұл диагнозды ертерек анықтай алмауы. Бұл диагноз кететін диагноз. Қазір мысалы баламен жұмыс жасасақ, бұйыртса бәрі жақсы болады, бірақ 1 жасында алған массаждан кейін гипертонустың кетуі сәл қиындауы мүмкін, 3-4 курсқа айналуы мүмкін. Егер 1 жасқа дейін анықтағанда мүмкін 1-2 курс массаждан кейін тонусы кетуі мүмкін еді. Енді әңгіме қазір бұдай емес. Гипертонус қайдан пайда болады? Оның себептері көп. Бала ананың құрсағында жатқанда болуы мүмкін, босанғанда болуы мүмкін, миының дұрыс дамымағаннан, омыртқасынан, не болмаса қандай да бір сыртқы ортадағы жағдайдан, қорқып қалудан деген сияқты себептері көп. Оны тек невропатолог қана анықтай алады. Ал оны қалай ертерек анықтаймыз? Оны анықтау үшін гипертонустың белгілерін білу қажет. Оның қандай белгілері бар? Бірінші белгісі ұйқысы дұрыс емес, жылауық болады, тез оянып кетеді, тырысып, денесі тырысып тұрғаннан кейін ұйықтай алмайды. Сосын тағы айта кететін жайт, тонус ананың құрсағынан бала бүйтіп жиырылып жатқаннан жаңағы тонус болады ғой, енді бәрібір. Сол 4 айынан бастап кете бастауы қажет. Егер 4 ай болды, асып бара жатыр, әлі де тырысып тұратын болса, гипертонус сақталып қалды деген сөз. 3 айынан бастап тонус жібере бастауы қажет. 3 айында зат берсең, қолын созып, алып, оны зерттеп, соған тырыса алуы қажет. Егер мысалы затты алмады, оны бала зерттемеді, яғни миының дамуда кешеуілдейді деген сөз. Сондықтан болған бей-жай қарауға болмайды. Екінші, ұйқысы дұрыс болмайды дедім бірінші. Екінші, бала тырысып тұрады. Яғни туғыла салып басын қақитып тұруы мүмкін. 1 ай, 1 жарым айда басын ұстай бастайды деп айтамыз, бірақ ол бала оғанға деген басын қатты ұстайды, тырысып тұрады. Денесін ұстасаң да тырысып, қолын жазбайды, немесе бір қол тырысып тұрады, бір қолы жазылып тұрады. Не болмаса аяғы сондай. Бір аяғы босаңсып тұрады, екінші аяғы бос тұрады деген сияқты. Сосын массаж жасайын десең, не болмаса өзім бір үйде жаттығу жасай қойын десең, қолын бермейді, тырыстырып алады. Оның себебі тырысып тұрған бұлшық, бұл резина сияқты. Яғни резинаны бұлай тартып, жіберіп қалсаң, қатты резина қайтадан жиырылып қалады ғой. Сол сияқты бұл да бұлшық еті тырысып тұрады. Зат берсең, алайын десе бұлшық еті жібермейді, оған күші жетпейді. Сондықтан баланың тонусы барын осындай тырысулар арқылы да білуге болады. Үшіншісі, гипертонусы болған бала суды жақсы көреді. Себебі суда бұлшық ет босаңсиды, босаңсығанда бала өзін рахаттанып, жайлы сезінеді. Суда жатқызсаңыз керемет сезімде болады. Менің ең бірінші баламда осындай қателік болды. Мен ойладым, бала өзі шымыр деп, басын үйткен қақитып ұстап алады, бірақ мазасыз болды. Ұйқысы дұрыс емес, мен қарны тоймай жатыр ма деп, енді қосымша сүт беріп, қысқасын айтқанда гипертонус екенін білмеген. Суды бірақ қатты жақсы көреді, суда жата береді. Жарты сағат ұстап тұрсаң, жарты сағат жатып ұйықтап алады. Өйткені ол бұлшық еті босаңсып, өзін жайлы сезінді. 6 айында оның дисплазия екенін білдік. Ең үлкен қызымның дисплазиямен массажистке бардық. Массажист сіздерде қосымша гипертонус бар ғой деді. Сонымен дисплазия мен гипертонус диагноздар бойынша жаңа массаж алдық. Енді шүкір, қазір 4 жасқа келеді, көктемде бұйыртса.
Былай 3 курс алганыма өкінбеймін, өйткені зерек, ойлау қабілеті жақсы. Себебі массаждан кейін бала өзін жеңіл сезіне бастайды, ананы мынаны зерттеуге тырысады, оны басқа еш нәрсе мазалап тұрған жоқ қой, бұлшығы тырысып тұрған жоқ. Ұйқысы дұрыс болды, түні бойы жақсы ұйықтады, күндіз әлемді зерттеуге кіріседі. Оның бәрі баланың ойлау қабілетінің дамуына әсер етеді. Сондықтан балаларыңыз дұрыс ұйықтамай жатса, басын қақитып алған, тырысып алған, ештеңені ұстамауға тырыспаса, кейбір балалар мүмкін тұрып алуы мүмкін, былай екі қолынан ұстасаң аяғын қақитып тұрып алады, ойбай мынау жүргелі жатыр ма деп қоясың. Ол бірақ гипертонустың белгісі. 3 айдан бастап жібере бастауы керек, 4 айында тонус кетеді. Табиғи тонус, яғни нормальный тонуста. Ал егер одан кейін де гипертонус сақталатын болса, оны надо лечить. Оны невропатолог айтады. Егер сізде серьезный болатын болса, қосымша дәрі береді, бірақ қорықпау керек. Барлық гипертонустың түрі емделеді. 1 жасқа дейін гипертонусты кетіру оңай, себебі баланың бұлшық еті бәрі, былайша айтқанда, әлі пластилин сияқты оңай жасап аласыз. Бұлшық етін нормальный тонусқа келтіруге болады. Егер 1 жастан аса бастаса, онымен жұмыс істеу ұзағырақ болады, бірақ сонда да мүмкіндік бар. Енді ата-аналарға кеңес: балаңызды туғаннан кейін 1-2 айында ма невропатологқа көрсеткен кезде баланы толығымен невропатологтың алдына міне менің балам деп шешіндіріп тастап жатқызып көрсетіңіз. Басынан бастаңыз. Басының формасы дұрыс па, жалпақтау болса, мида оның қысылып дамиды ғой, енді ішіндегі мида қаңқасы. Бетінің формасы да өзгеріп кетуі мүмкін, басының формасы дұрыс болмайтын болса. Сондықтан басының формасы дұрыс па, мойны дұрыс па, кривя шея бар ма, тонус бар ма, кіндігі дұрыс па, грыжасы бар ма, дұрыс кесілген ба, аяғында дисплазия бар ма, жоқ па, табаны дұрыс па, дұрыс реагировать ете ма, өзінің жасына дамый ма, көзі дұрыс реакция бере ма, сіздің мысалы дыбыстарға реакция бере ма, соның бәріне мән беріп дұрыстап қарап алыңыздар. Баланың жауапкершілігі сіздерде. Кейін Құдай сақтасын, анау мынау болып жатса, бала міндетті түрде ата-анасынан көреді. Ол енді үлкен, былай айтсақ, өкініш деуге болады. Сондықтан баланың жауапкершілігін өздеріңізге сезініп, толығымен дұрыс қарап алыңыздар. Бірақ паникаға салынбау керек, себебі барлығы емделеді. Өзіңіз егер мысалы гипертонус бар сияқты болсаңыз, үй жағдайында жағдайыңыз болмай жатса, ютубтан қарап массаж жасай беруге болады. Бірақ ескерте кететін жайт, барлық видео дұрыс бола бермейді. Егер гипертонусы барда, жаңағы мен айттым, бұлшық еті тырысып тұрады деп, оны босаңсыту әдісі тек қана сылап сипау, оны қатты давить етіп, бұлшық етке әсер етем деп прямандай күш салып массаж жасаса, тырысып тұрған бұлшық ет одан сайын тырыстырады. Сондықтан көбінесе сылап сипау арқылы, суда, гидромассаж арқылы, суда, яғни судың бетіне былай толқын болады ғой, мысалы ваннада жататын болса, баланы алып ішімен немесе арқасымен жатқызып былай судың ішінде жүргізсеңіз, толқындары балаға массаж сияқты әсер етеді. Гидромассаж деп те айтады ғой. Сол сияқты суда көбірек шомылдыруға тырысып, баланың ойлау қабілетін дамыту үшін заттар беріп, қолын ашып, аяғын толық ашып, сылап, сипалап, өзіңіздің мейіріңізбен балаға қарап сөйтсеңіз, гипертонус кетеді. Бәрі өздеріңіздің қолдарыңызда. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Балаларыңыз ауырмасын, өздеріңіз ауырмаңыз, бәріміз ауырмайық.